Привет всем! Хочу поделиться с вами, как проходит мое обучение казахскому языку. Сәлем бәріне, мен сіздермен қазақ тілін үйренуім қалай өтіп жатқанын бөліскім келеді. Недавно я понял, что если не заниматься языком каждый день, не будет результата. Жақында мен тілді күн сайын үйренбесем, нәтиже болмайтынын түсіндім. Поэтому я стараюсь заниматься каждый день. Сондықтан мен күнде айналысуға тырысамын. Чем глубже ты погружаешься в процесс, тем быстрее увидишь результат. Неғұрлым процесске тереңірек кіріссең, соғұрлым нәтижені тезірек көресің. На сегодняшний день я выработал несколько привычек. Қазіргі таңда мен бірнеше әдет қалыптастырдым. Каждый день я читаю и перевожу тексты с казахского на русский и с русского на казахский. Күн сайын қазақшадан орысшаға және орыстан қазақшаға мәтіндер оқып аударамын. Я записываю забытые слова на бумагу, так они лучше запоминаются. Ұмытқан сөздерді қағазға жазып отырамын. Сонда жақсы есте сақталады. 3 раза в неделю я занимаюсь с репетитором. Аптасына 3 рет репетитормен сабақ өткіземін. С несколькими казахами я начал переписку в Телеграме исключительно на казахском. Бірнеше қазақпен Телеграм арқылы тек қазақ тілінде хат жазыса бастадым. Сейчас мне нужно найти людей, с кем можно говорить по-казахски вслух на разные темы ежедневно. Қазір маған күн сайын әртүрлі тақырыпта қазақша дауыстап сөйлесе алатын адамдар керек. Без ежедневного общения язык будет изучаться очень медленно. Күнделікті сөйлесу болмаса тіл үйрену өте баяу жүреді. Поэтому я создал специальный чат для общения на казахском языке. Сондықтан мен қазақ тілінде сөйлесу үшін арнайы чат құрдым. Добро пожаловать! Приглашаю всех, кто хочет говорить на казахском. Ссылка будет в описании под этим видео. Қош келдіңіздер! Қазақша сөйлескісі келетіндердің бәрін шақырамын. Сілтеме осы видеодағы сипаттамада болады.